Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ауызда еритін өте дәмді самса дайындайтын боламыз. Бізге қажет ұн, жұмыртқаның сарысы, май, кілегей және тұз қажет болады. Бізге майды теркадан өткізіп, онымен араластыруымыз керек. Осылай ұсақ жағымен өткізіп аламыз. Маймен бірінші араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа сметананы жұмыртқамен араластырамыз. Және де оның үстінен тұз қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Араласқан сметанамызды онымен біріктіріп, қамырын илейтін боламыз. Иленген қамырымызды енді тоңазытқышқа 20-30 минуттай қалдырып қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Оған фарш кетеді. Менде бұл жерде сиыр еті. Оның үстіне пиязды қосамыз. Одан кейін картоп қосылады. Картопты қоспасаңыздар да болады, ол өздеріңіздің еріктеріңіз. Мен бұл жерге қостым. Және де тұзымызды қосып, әбден араластырамыз. Майы аз болып жатса, сұйық май қосып жіберуіңізге болады. Мінекей салмасын дайындап алдық, енді самсасын жасайтын боламыз. Қамырын екіге бөліп алып, енді оны домалақтап, өлшеп, бәрін бірыңғай қылдырып кесеміз. Орташа самса жасау үшін 35 граммнан бөліп алдым. Енді осылай домалақтап алып, нанын жая бастаймыз. Менің каналыма лайк, қоңырау батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Енді самсамызды жасап бастаймыз. Осылай бәрін бірінші біріктіріп аламыз. Самсамыз әдемі болу үшін енді осылай өреміз. Бірінші жасағаннан ол шықпауы мүмкін, бірақ қолыңыз үйреніп кеткеннен кейін өте оңай жасалынады. Мінекей тағы да біреуін көрсетейін. Осылай бәрін бекітіп аламыз жақсылап. Содан кейін өреміз. Екі қолымызбен басамыз, содан кейін ораймыз, басамыз, тағы да ораймыз. Сонда өріліп шыға келеді.
Енді бір жұмыртқаның сарысына 2 шай қасық сүт құйып араластырып самсаның бетіне жағатын боламыз. Бәріне жұмыртқа жағып, өз қалауларыңыз бойынша кунжут, мак немесе зира қосуға да болады. Ал енді екінші жартысына мен ештеңе қоспадым. Бетіне жұмыртқа жағып, тек қана пышақпен осылай әдемілеп жықтым. Самсаларымызды духовкада 180 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Ауызда еритін песочный тестодан жасалған самсамыз дайын болды. Мінекей 2-ге бөліп, ішіндегі етін көрейік. Еті де міне піскен, картобы да өте жұмсақ, сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Егерде уақыттарыңыз болмай жатса, тапсырыс берулеріңізде де болады. Ас болсын.